Сәлем, YouTube-та қарапайым экономика арнасы. Біз бүгін сізге нағыз экономикалық құлдырау қандай болатынын көрсетеміз. Венесуэла кедейшілік формуласы. Осы күнде Венесуэла кедейшілік белең алған, қарақшылық қаптаған, есірткі саудасы терең етек жайған ел. Егер мен сізге өткен ғасырда Венесуэла экономикасы Европа елдерін артқа қалдырып, әлемдегі ең мықты экономикалық қуатты ел болып тұрды десем, сенер ме едіңіз? Иә, бұл шындық. Венесуэла 20 ғасырдағы ең алпауыт мұнай экспортер ел еді. Оның ішкі жалпы өнімі 15 мемлекеттен құралған Кеңес одағынан да, тіпті империя тұяғы саналатын Ұлыбританиядан да асып түсті. Өзі орналасқан Оңтүстік Америка материгіндегі ең бай ел еді. Көршісі Колумбиямен салыстырмай-ақ қояйық. Латын Америкасындағы қуатты ел саналатын көршісі Бразилиядан ішкі жалпы өнімі 3 есе көп еді. Венесуэлалықтар өткен ғасырда қамнен қаперсіз, тіпті шалқып тасып өмір сүріп жатты. Ал қазір арада 50 жыл өткенде, 50 жылда ел жаңа демекші. Венесуэлада мемлекеттік билік орындары, банктер мен басқа да секторлар жұмыс жасамайды, ал халық кедейшілікте, тіпті ашаршылықтың аз-ақ алдында өмір сүруде. Ең қызығы, бұл елге шет елден әскер кіріп, үлкен соғыс болған жоқ. Мысалға Ауғанстан немесе Ливия сияқты. Бірақ дәл қазіргі Венесуэла қалалары Ауғанстанның бомбаланған қалаларынан да еш айырмасы жоқ. Бұрынғы зәулім ғимараттар бұзылған, қираған күйде, тек қоқыс тастайтын орын рөлін атқарып тұр. 2018 жылғы инфляция рекордтық 65.374 пайызды құрады, ал ішкі жалпы өнім 19,6 пайызға қысқарып, 3 миллионнан астам адам елден кетті. Ал қалғандары ең негізгі қажетті саналатын азық-түлік, дәрі-дәрмек пен жанар-жағармай тапшылығын сезінуде. Олар мұндай халге қалай жетті? Әрине, өз күштерімен. 1800 жылдардың басында ақ Венесуэла Испания отарлығынан босап тәуелсіздігін алды. 1854 жылы құл иеленуге тыйым салынатын заң шықты. Олар осы датаны негізгі мемлекеттік мейрам санайды. 1900 жылдардың басында Венесуэла аграрлы, техникалық дамымаған ел еді. 1917 жылы елден үлкен мұнай бассейні табылды. Бұл Макарайбе мұнай бассейні еді. Кейіннен тағы да Ориноко мұнай бассейні кен орны ашылып, бұл екі кен орны Венесуэланы аз жылда адам танымастай өзгертті. Осы екі мұнай бассейнінің арқасында 1933 жылы Венесуэла Кеңес одағы мен Америка құрама штаттарынан кейінгі үшінші ірі мұнай экспорттаушы ел болды. Алайда мұнай қазушы компаниялар шет елдік, әсіресе америкалықтар еді. Бұл жағдай тарихи құралған факт. Себебі мұнай табылған алғашқы жылдары венесуэлалықтар өз мұнайын өзі қазуға шамасы жоқ еді. Алайда бұл венесуэлалықтарға мұнайдан бай болуға еш кедергісін келтірген жоқ. 1920-1960 жылдар аралығындағы елдің экспорттан түсетін табысының 90% мұнай ақшасы еді, және бюджет қаржысының 60% мұнай саудасынан түскен ақша. Бұл ел экономикасы, оның қалалары өте жылдам өсіп жатты. Бұл өсімге тіпті екінші дүниежүзілік соғыс та әсер ете алмады. Себебі венесуэлалықтар нейтралды ұстаным ұстады. Екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі жылдары венесуэлалықтар түрлі заңдар шығару арқылы шетелдік компанияларды елден ығыстыруды ойлады. Соның бірі 50-50 заңы еді. Яғни, бұл заң бойынша кез келген компанияның жартысы Венесуэла үкіметінің қолында болуы керек еді. Алайда бұл заң толыққанды жүзеге асқан жоқ. Солайша 1848 жылдардан бастап венесуэлалықтар өз мұнайымыз өзіміз игереміз деп ұран тастаумен болды. Бұл күрес ұзаққа созылды. 1973-1974 жылдары бүкіл әлемде мұнай бағасы 4 есе өсті. Венесуэладағы компаниялар да, Венесуэла үкіметі де мол табысқа кенелді. Нақтырақ айтқанда, елдегі барлық компаниялар 200 миллиард доллар табыс тапты, ал Венесуэла үкіметі 45 миллиард доллар табысқа ие болды. Осы ақша буымен дейміз бе, әлде басқа әділ бөлінбеуден дейміз бе, Венесуэла компанияларды мемлекет меншігіне өткізу бастап жіберді. Бұл үлкен дауылдың басталуы еді. Осы жүйе бойынша көптеген компаниялардың мүлкі күшпен, яғни полиция мен әскер күшімен тартып алып мемлекет меншігіне алды. Солайша үлкен мемлекеттік мұнай өндіру компаниясын құрды. Алайда бұл компания Венесуэла басына қара бұлт болып төнді. Шетелге қашқан компаниялар Венесуэла үкіметін жан-жақта сотқа беріп жатты. Венесуэлаға түрлі елдерден, әсіресе Америка мен оның жақтастарынан санкциялар толқыны қаптап кетті.
Тіпті қазірге дейін Венесуэланың мұнайын шет елдер сатып алмайды. Венесуэланың кейінгі басшылары да бұл олқылықтың орнын толтыру орнына одан әрі өршіте түсуде. Chevron, ExxonMobil, Statoil сияқты бүкіл әлемдік компанияларға зор шығын келтіре отырып, өз мұнайын контрабандалық жолмен сатпақшы болды. Ал қазір тіпті ол қуатынан да айырылып қалды. 21 ғасырда да ол өз достарын дұрыс таңдай алмады. Венесуэла мен дос елдер Ресей Федерациясы, Солтүстік Корея және Таяу Шығыстағы мен Африканың аз ғана елдері. Соңғы 50 жылда елде өте көп митингілер өтті. Үкіметтер ауысты, бірақ бірде-бірі Венесуэла халқы үшін қайырлы болмады. Ең қызығы, халқы ашаршылықтың аз-ақ алдында тұрған Венесуэла үкіметінің Ұлыбритания банкінде 14 тонна алтыны бар. Санкция салдарынан олар бұл алтынға қол жеткізе алмай отыр, яғни алтындары бұғаттаулы. Елде экономикалық сауатты басқара алмау және көршілес елдермен дипломатиялық дұрыс қарым-қатынас жасай білмеу қандай нәтиже беріп тұрғанын Венесуэла үкіметі көрсетіп бергендей. Осы видеоны түйіндеу, соңғы нүктесін қоюды сізге тапсырдық. Комментарийға өз ойыңызды жазып қалдырыңыз. Рахмет.